барайын десеңіздер, мешіттің басшылығы жоқ болмайды дейді сізге. Солай істеп жатыр ма? Қазір пандемия әлі бар дейді. Коронавирус әлі біткен жоқ дейді. Сол үшін ол жерге тек қана умра жасайтындарды кіргіземіз деген талап қойды. Талаптар шариғатқа лайықты ма? Лайықты. Біз әміріне бойұсынуымыз керек. Ол оны не істеп жатыр? Сіздер үшін істеп жатыр. Ертеңгілерде адамдар бір-біріне жұқтырып қырылып жатса не болады? Енді үйреніп қалдыңыздар ғой пандемияның шартындарын. 2 жыл өздеріңіз көрдіңіздер. Сол үшін енді ол жерде итағат қылу керексіздер. Өтірік ихрам киіп барып жүрмеңіздер. Ол ақылыңызға да қайшы нәрсе. Мінез құлқыңызға қайшы нәрсе. Қайтесіз? Жасағыңыз келе ма? Шынымен умра жасаңыз. Шынымен сол жерде жүргіңіз келе ма? Шынымен умра жасаңыз. Барыңыз, ниетке кіріңіз, Айша мешітінен келіңіз. Сосын жаңағы мына нәрсені түсіңіздер. Умра жасағанда тауап жасап бітесіздер ғой. Біткеннен кейін сағиға дейін асықпаса болады. Бірден сағиға тартып кету шарт емес фиқх бойынша. Тауафты жасап бітіп аласыздар. Ол жерде тағы қандай сүннеттер бар? Қара тасты сүйге болады, тауафыңыз бітіп алғаннан кейін. Өйткені сағиға дәретпен бару шарт емес. Түсінікті ғой, тауафта шарт. Қара тасты сүйіп алыңыз, Қағбаны барып құшақтаңыз, тауафыңыз бітіріп алғаннан кейін. Шынайы умра жасаңыз да, жаңағы Мүлтазам деген жер бар. Қара тас пен есіктің ортасын пайғамбарымыз барып, дұға қылған қолын былай қойып. Мүлтазам деген жер бар. Қара тас пен есіктің ортасы. Қасиетті саналады. Сол жерде ниетіңіз, мақам Ибрахимға намаз оқыңыз, сөйтіп әбден қара тасқа деген сағынышыңызды басып алып, содан кейін барып сағиға басаңыз болады. Көрдіңіз ба? Сол үшін шын қара тастың қасына жүрем десеңіз, шын құлшылық жасаңыз. Шын умра жасаңыз. Жаңа кейбір кісілерді көріп жатырмыз, естіп жатырмыз, бастарының тақиясын киіп, іш киімдерін шешпей ер кісілер. Умрамыз деп қойып ана жерге кіріп ұрып жатыр екен. Ол кішкене де ақылаққа да қайшылау болады. Сауапты да дұрыс жасау керек. Сауапты да шынайы жасау керек, иншалла. Алла разы болсын.